Жалпы дәл қазіргі уақытта әлеуметтік желінің жағдайын қарасақ, қоғамның ішінде миллиондаған немесе одан да көп миллиардтаған ақпараттардың шиеленісіп жатқанын байқаймыз. Оның ішінде әсіресе діни сарындағы ақпараттардың көптігі сол қарапайым адамдардың санасын сан-саққа жүгіртетін өзек жарды сауалдарға кеп тірейтіні бар. Оның ішінде көп адамның көңілінде үрейлі орын алған ол жат ағымдар жайлы ақпараттардың және жат ағымға еріп кетуі дейтін үлкен осы уақыттың заманның қасіреті болып тұрған нәрсе бар. Ал енді осы нәрседен алдын алудың ең үлкен жолы бұл ақпараттарды, әлеуметтік желіде көрген жазбаларды, бейнероликтерді, діни сарындағы әндерді, немесе діни сарындағы өлеңдер, түрлі жазбаларды оқығанда, стикер, сурет секілді, видео секілді нәрселерді таратқанда әрқашан ақ-қараның ара-жігін ажырата отырып, ондағы дүниелердің мәні мен мағынасын тексере отырып таратқан немесе ол нәрселерді оқыған жөн. Және ең бастысы өзіміздің салт санамыздың, дәстүріміздің ырым-тыйымымызға сай келмеген, өзіміздің халқымыздың қанша ғасырлар бойы сақталып келе жатқан салтына сай келмеген дүниелерден бас тартқан абзалырақ.